Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы атты каналыма қош келдіңіздер. 1926 жылдың күз айларының соңдарында Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшысы Филипп Голощекин сол кездегі Қазақ автономиялық кеңестік республикасы орталық атқару комитетінің төрағасы Жалау Мыңбаевты кабинетіне шақырып алып, жедел түрде орта және бай шаруашылығы бар қазақтардан малдарын сыпырып алып, дүние мүлкін кәмпескелеуге ұшыратып, өздерін жер аударуға тапсырма береді. Жалау Мыңбаев Голощекиннің бұл тапсырмасын келесі жылдың көктемі туғанша кідірте тұруды сұрайды. Өйткені байлардың малын қазір, яғни қыс тақап қалған кезде жинап алса, ол мал аямай қырылады. Оның үстіне тек мал қырылып қана қоймай, малдан айырылған халықтың да қырылатындығын ескертеді. Бұрыннан да жалауды жақтырмай жүрген Голощекин мұндай сөздерді естігенде орнынан атып тұрып, Мыңбаевты жерден алып жерге салады. Сол кезде шыдамы таусылған Жалау Мыңбаев көлбеңдеп жүрген Голощекинді құлақ шекеден бір ұрып талдырып тастайды. Кейін Голощекин тікелей Сталинге Мыңбаев мені ұрды деп тоқылдағаннан кейін Мыңбаевты Мәскеуге шақырады. Алайда Мәскеуге келіп, Сталиннің жеке қабылдауында болған Жалау қорықпақ тұрмақ, Сталиннің бетіне қарап тұрып, Иосиф Виссарионович, қазақ жерін ақылсыз Голощекиннен басқа басқаратын адам жоқ па не? Қазақтың арасында жалынды жігіттері толып жатыр ғой, солардың бірін неге тағайындамайсыз деп бірақ айтты. Міне осындай батыл қазақтың жігіттері туралы қазір неге білмейміз? Бірін ұрып, екіншінің бетіне тік сөйлеген Жалау Мыңбаев деген кім өзі? Менің дәл бүгінгі бейнеролигім қазақтың осы қайсар жігіті туралы болмақ. Өйткені біз, қазіргі қазақтар, бұл тұлға туралы білуге міндеттіміз. Жалау Мыңбаев 1892 жылы кіші жүздің Адай руынан шыққан кедей қазақ Мыңбай Шолақовтың отбасында дүниеге келген. Әкесі де Ресейдің отарлаушыл саясатына қарсы шығып, қуғындалған, сотталған. Осылайша әке-шешеден ерте айырылған Жалау әжесі Ботагөздің тәрбиесінде өсті. Әжесі Ботагөз керемет кісі еді. 10 саусағынан өнер тамған Ботагөз сол кезде Маңғыстауға жер аударылған атақты украин ақыны Тарас Шевченкомен жақсы таныс болған. Шевченконың Ботагөзге тамсанғаны соншалықты, оған арнап қазақ қызы Катя деген суретінде салды. Өзі оқымаса да, Новопетровск бекінісінің коменданты Гуськовтың қарапайым қызметшісі болған Ботагөз, немересі Жалауды 1905 жылы Форт Александровск қаласындағы орыс қазақ мектебіне беріп үлгереді. Алайда немересінің қызығына ұзағынан шаттану бұйырмай, 1907 жылы Ботагөз қайтыс болды. Міне осылай жалғыз қамқоршысы әжесінен айырылған 16 жастағы Жалау мектептен кетуге мәжбүр болып, Қатықбұлақ тұз өндіру кәсіпшілігіне арбагеш болып жұмысқа тұрады. Жастайынан жетім қалып, ерте қара жұмысқа араласқан Жалау қайсар да табанды мінез қалыптастырады. Кейін осы мінезінің арқасында елге танылып, 1916 жылы тұз өндірушілер кәсіподағының төрағасы болып сайланады. Ресей патшасының билігін құлатқан ақпан төңкерісінен кейін Жалаудың өмірінде маңызды оқиға орын алады. 25 жастағы Жалауды Адай ақсақалдары Қоқанға Маңғыстау адайлары Түркістан автономиясын қолдайтынын жеткізу үшін аттандырады. Қоқан қаласында Жалау Түркістан автономиясы жетекшілерінің бірі Мұстафа Шоқаймен кездесіп, өмір бойы осы таңғажайып адамға деген құрметін сақтайды. Маңғыстауға оралғаннан кейін батыл Жалаудың мәнсабы жылдам өсе бастады. 1918 жылы Жалау өзінің туған жері Адай ауданында бір қатар жетекші және жауапты қызметтерді атқарды. Адай кеңесі төрағасының орынбасары, Адай уезінің милиция бастығы, Александровка революциялық комитетінің төрағасы, Маңғыстау уездік комитетінің тамақ бөлімі бастығының орынбасары, Бірлік жастар ұйымы төрағасы қызметтерін бірқатар бірден алып жүрді. Тура осы уақытта кеңес үкіметінің билігін мойындаудан бас тартып, алдымен Ташкенге, кейін Ақтөбеге қашқан Мұстафа Шоқай
Жалау Мыңбаевқа көмек сұрап жүгінеді. Сонда Жалау өзінің мәнсабын алдыға қоймай, тіпті өмірін қатерге тігіп, Мұстафа Шоқайға отбасымен бірге Каспий теңізі арқылы Бакуге кетуге көмектеседі. 1923 жылы Жалау Мыңбаев революциялық комитетінің төрағасы ретінде бүкіл Адай ауданын басқарады. Алайда ол бұл қызметте ұзақ жұмыс істемей, өйткені тура сол кезде Орал губерниясының атқару комитетінің төрағасы болып тағайындалады. 1925 жылы Жалау Мыңбаев Қырғыз автономиялық советтік республикасының орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланып, осы лауазымда тағы бір көрнекті қазақ көсемі Сейітқали Мендешевті ауыстырады. Советтік Қазақстанның басшылығындағы осы маңызды лауазымға жап-жас Жалау Мыңбаевты ұсына отырып, кеңестік Қазақстанның сол кездегі жетекшісі Голощекин Жалау ризашылық білдіріп, оның қазақ жеріндегі саясатының сенімді жүргізушісі болады деп сенген. Алайда Голощекин қателесті. Өйткені Жалау Мыңбаев бірінші орында мәнсап емес, туған жердің тағдыры және туған халқына деген шексіз сүйіспеншілігін қойды. Жалау Қырғыз автономиялық кеңестік социалистік республикасы орталық атқару комитетін басқарған алғашқы күндерінен бастап бір қатар маңызды шараларды өткізді. Мешіт қаласында 1925 жылы 19 сәуірде Жалау Мыңбаев қол қойған құжат негізінде Қырғыз автономиялы республикасы аталып келген еліміз Қазақ республикасы болып өзгертілді. Бұл кадрлар сол съездің нақты кинохроникасы. Бірнеше күнге созылған съезде Ахмет Байтұрсынұлы, Сұлтанбек Қожанов бастаған ұлт қайраткерлері ауданды ұлтымыздың, әруақты жұртымыздың өз атауын қалпына келтіретін уақыт жетті деп сөз сөйлеп, республика аты өзгертілді. Бұған қоса Орынбордан Астанаға Ақмешітке көшірілген соң сол қаулымен қала атауы да Қызылорда деп өзгертілді. Мемлекеттік органдарға қазақ жастарын көптен тартып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту, білім, мәдениет және денсаулық сақтау мәселелерімен кеңінен айналысты. Мысалы, Мыңбаев қазақ мәдениетін зерттеуші Затаевичке барынша көмек көрсетіп, Ақтан, Ақбөбек, Жуас Қоғыр, Қараторғай сияқты әндерге тапсырыс берді. Сонымен қатар 1925 жылы орталық қазақ үкіметі Орынбордан Қызылордаға көшіп келгенде, тұңғыш рет бұрын тыйым салынған Наурыз тойын ұлттық мереке ретінде өткізуге осы Мыңбаев мұрындық болды. Жалау Мыңбаев орталық үкімет пен қалың бұқара арасын байланыстыратын баспасөз құралы болу керек екенін жақсы түсініп, 1926 жылы Ауыл тілі газетін шығара бастаған. Осы кезде айта кететін тағы бір жай, осы газетті шығарардың алдында Жалау Мыңбаев атақты алаш қайраткері Міржақып Дулатовпен ақылдасып барып жасағанын айта кету керек. Алғашында Голощекиннің құлық сұмдығына мән бермей, Мыңбаев көп ұзамай Голощекин уағыздаған Кіші Октябрьдің арам саясатының неге апарып соғатынын түсінеді. Міне сондықтан да Жалау Садуақасов пен Нұрмақовтың тобына қосылып, олармен бірге Голощекиннің анти-ұлттық саясатын ашық сынға алады. Алайда оларды ешкім қолдамады. Нәтижесінде 1926 жылы Қазақстан облыстық комитетінің пленумында Жалау Мыңбаев ұлтшыл деп жарияланып, Голощекиннің тапсырмасымен Қазақ өлкелік комитетінің бақылау комиссиясы Мыңбаевтың үстінен іс қозғады. Бұл Мыңбаевқа ескерту еді. Бірақ дегенінен қайтпайтын Жалау оны қорқытуға және қорлауға тырысқан Голощекинге соққы беріп, оны ұрып, Мәскеуге Сталиннің кабинетінен бірақ шықты. Қуғын сүргінден сақтауға уәде берген Сталинмен әңгімеден кейін Жалау Мыңбаев жайбарақат Қазақстанға оралады. Бірақ келгеннен кейін ол қаскөй Сталиннің барлық қулық сұмдығын түсінді. 1927 жылы Жалау Мыңбаев орталық атқару комитетінің төрағасы қызметінен алынып қана қоймай, оның үстінен қылмыстық істе қозғалды. Бірақ Мыңбаевтың кінәсін дәлелдей алмай, кейін оны Орал облысына атқару комитетінің төрағасы етіп қайта жіберді. Бұл қызметте Мыңбаев аймақтың дамуына үлкен үлес қосты. Гурьев электростанциясының құрылысын тікелей басқарды. Гурьев округінің мұңайлы өңір екенін түсініп, ауыр өнеркәсіпті дамытуға күш салды. Балық шаруашылығын жандандырды. Бұл кәсіпшілікке қазақтардың тартылуына жол ашты.
Голощекин мен Сталин жер аударылған Мыңбаев көп ұзамай есін жиып, қателіктерін мойындайды деп үміттенгенімен, Мыңбаев өзінің іс-әрекетімен тәубе етіп қана қоймай, өзінің еш өкінбейтінін ашық көрсетті. Содан кейін оған қатысты тағы да шаралар қолданыла бастады. 1929 жылы Мыңбаев төменгі лауазымдарға ауыстырылып, Қазақ өлкелік Союз хлеб акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары және Казгоссельсклад кәсіпорны директорының орынбасары қызметіне тағайындалды. Сонымен қатар Мыңбаевқа Адай контрреволюциялық ұйымының басшысы деген жала жабылып, халық жауы деген айыппен қылмыстық іс қозғалып, қатаң сөгіс беріледі. Нәтижесінде мұндай тұрақты қысым мен қудалауға төтеп бере алмаған Жалау Мыңбаев 1929 жылы қызметінен өз еркімен кетеді. Осындай жағдайда жығылғанға жұдырық болып, тура осы 1929 жылы Жалаудың жалғыз ұлы Ескендір қайғылы қазаға ұшырайды. Жүрегі де санасы да қабылдамаған саясат, туған елінің құлдырауы, өсек аяң, жала, бұларға 5 жастағы ұлы Ескендірдің балконнан құлап өлген қайғылы қазасы қосылып, бұрынғы ескі ауруы қозып, Жалау Мыңбаев 37 жасында қайтыс болады. Міне, қайратты, елін сүйген халықшыл ер азамат болған Жалау Мыңбаевтың өмірі осылай аяқталды. Ал біз болсақ, осындай ерлеріміздің есімдерін елге жайып, тарихи сахнада ел батыры деген есіммен сақтап қалуымыз міндет. Жалау Мыңбаев сияқты қазақтың нағыз ұлтшыл, халық батыры атағына лайықты ерлерін ұмытпайық, ағайын.